Айтпайтын жерін тағы айтып өтейін. Баяғыда мысалы өзім былай енді кейде айқайлап атамыз ғой, мен жаңағы үкіметте әділеттілік жоқ деп айқайлаймыз ғой. Бірақ мен өзімнің жеке пікірім, мен жеке қарабасым. Мен ата ене мысалы ондай өтірік айтпайды, бір пенсиямен ұрлығы жоқ, қарлығы жоқ өмір сүрді ғой мен әкемді. Бірақ ешқашан осы кісілерді милиция келіп бір қылқындырып, милиция бір көтендерден жауып көрген жоқ айды. Өзіміз бірдеңе бүлдіреміз, ұрлаймыз, жырлаймыз, артық кетеміз, сосын милиция келіп қылғындырса, сол баяғы жемқор деп айқайлап шығамыз. Енді милициялардың жұмысы ғой бұл. Оларға да керегі сондай жындылар ғой. Олардың бір жерінің қышуы сосын қанады ғой, әкең танытып аямайды өздерін қолына түскесін. Сондықтан қолдарыңыздан келгенше Құдай сіздердің күндеріңізді милицияға, доғдырға салмасын. Доғдырды да көп не істей бермеңдер. Мысалы қазір ең бірінші адам, мына достарым, сіздерге айтарым, егер кімде-кім ұзақ өмір сүрсе қол көтерейік, кім ұзақ, онда сен солай көп қимылдау керек екен. Көп қимылдаған адам Құдай ақы деп айтайын, енді әуелі ала тек айту бір тосыннан жаңа машинаға ағып, біреу ұрып өлтірмесе айту басыңнан, онда сен ұзақ 80-100 спокойно өмір сүресің. Өйткені неге десең, мына адам қимылдаған сайын жаңағы баяғыда сол баяғының адамдары сол үшін көп өмір сүрген ғой. Дермен тартып, атқа мініп, бізде сосын мына бір күні мен Индияға бардым, қыдырып Индияға. Адам көп екен, адамдар өлмейді екен ғой яқта. Сол былай қарасаң, осы жағдайы жоқ, қана Ганганың өзеніне суға түсіп, шиіп түсіп атса да, өлмейді, өтіраяды, өткенде тымда да қалған жоқ. Бірден естігі есен басылып қалды ғой вирустары кеше. Неге? Өйткені ояқта адамдар ащы көп жейді екен, ащы. Тәттіні көп жемейді. Негізінде ащыны көп жеу керек. Тәттіні көп жесең, онда сен аз өмір сүрудің қатарынан. Неге десеңіз, мысалға бізде мына NV компаниясының, NV деген компания бар. Сол компанияға тіркеліп алуларыңызға болады. Чеснок деген күшті витаминдері бар ғой бұлардың. Бір күтте, бір колобкасын жесең, 30 штук жегендей бірдей боласың. Өте күшті, бүкіл ауруға ем. Кімнің сахарный диабет, давление, қаның үйі берсе, соларға күні 2-3 ішші. Бүк арықтауға да жақсы негіз. Мен қожайынға да ала кетейінші соны ішкізу керек, күшті ол чеснок деген. Сосын айтайын деген неге? Өйткені мен Индияға барғанымда түрлері енді бірдей сияқты қап-қарайды, бір арақ, сосын 7 адам жоқ, сосын жағылардың бәрі жастары деген 100-90-ға келіп қалған. Соны сұрайым ғой, сіздерде адамдар ауырып өлемесен, бізде ешкім өлмейді дейді құрсын. Енді қалай өлесін десем, бұлар айтады, біздер өлсек қартайып өлеміз дейді, қартайып прямо. Иә болмаса, ана бір кобра жыландары бар екен, соны байқамай басып кетті, кей жылдары өзі бір қаптайды екен. Бұлай өзің тиіспесең, ол сен шақпайды дейді, байқамай басып кетсең, улы жылан дейді. Содан өледі дейді кейбірлер. Сосын басымызға кокос құрап өлеміз дейді. Кокостан аспанда кокос деген бәле бар ғой. Так былай бізде өлім жоқ дейді. Адам көбейіп кеткен содан ғой. Бізде қазір ол бәр адам пайғамбар жасына жетсе, одан кейін қиналады. Сосын көбіне мына зейнет жасын қысқартқан бір жанам керек емес дейтін жері, плюс жері, пенсияға шыққан адамнан көбісі ауырып қалады, байқайсыздар ма? Неге? Потому что адам еңбек еткен сайын ешқашан ауырмайсың. Ауыруға да уақыт жоқ болады, ауыруды ойлауға да уақыт жоқ. Пенсияға шыққанда қолың бос отырып алып, қай жерім тыңдап отырасың, қай жерім пик деп жатыр екен деп, соны елеп, содан өзің ауру басың. Пенсияға шыққан сайын қолың бос болады, отырып алып тек тыңдап отырасың, көзім алып тұрған, мұрным алып. Баяғыда жұмыста жүргенде сімбіруге уақыт жоқ, даже ауруға уақыт жоқ еді, өздерің білесіздер. Сондықтан көп жерде негізі ұзақ өмір сүрудің бір ғана шарты сол ғой. Аузыңды тыйсаң, қимылдасаң, ол ұзақ өмір сүресің, басқа ештеңе көп керек емес, айта береді. Ал тездетеміз, уақыт жоқ, 2000 адам, 3000 адам неге кірмейсіздер? Сұрақ, негізгі бата, ең мықты қабыл болатын бата, міне осы бата. Неге десеңіз, сіз ұйқыңыздан қалып отырғаннан ниетіңнің өзі қоймайды. Адамның ниеті ғой емдейтін. Мысалы деген айтайын дегенім,
не Құдай доғдырға күндерің салмасын деп атқаным. Мына менің жаңа подруга құрбым осы жерде менен жақсы болып бірінші алла. Сол айтады ғой, мә қазір адамдардың пиғылы бұзылған. Өзі медсестра болып жұмыс істейді, не санитарка ма бірдеңе, мен дәрігерлердің қасында. Сонда бұл ауырғанда қарамаған ғой. Температура болып жұмыста парацетамол ішіп жаттым дейді, тамақ ісіп кеткен. Сонда орыс әйелдер жаман дейді, орыстар мықты қатты кез екен дейді. Жетіп беріп айқайлайды дейді. Температурам күттей түсін, басым айналып тұра алмай тұрмын десе, тұр давай. Мен қазір саған бастыққа барып айтамын, мен жұмыстан шығып кет, оны больничный алып шығып келейін. Ол жұмыстан больничный ала беруге кредитіміз бар, неміз бар дейді да. Жаным қиналып тұрса да жұмысқа шығып тұрмын дейді. Енді ана қатты полымды жуып болдым ғой дейді, күттей жатайын десем жатқызбай тұр дейді. Сонда адамгершілік жоқ дейді, масқара адамдарға не болған дейді да. Енді маған кеше біраз адамнан сұрақ келді, мына Трамп туралы. Енді ол Трамптың бұл оқиға болған оқиғасы құрғанда бір осыдан бір ең жоқ дегенде 20-30 жыл бұрын оқиға ғой, мыналардың бәрі болып жатқан. Анық 30 жыл, 15 жыл, 30 жылдың маңайында болған оқиғалар ғой. Сондықтан ол мен енді бұл әрине қатысы бар, 100% қатысы жоқ деп айта алмаймын бұл шалдың. Енді бұлар деген ақшадан қазір бірақ тап осы тұрған Трамп бірақ жақсы адам. Қазір бұл енді Құдай есіне түсіп тұрған адам бұл қазір. Ол қазір сондайларға справедливо орнатан бейбітшілік. Бұл енді ол кезде ол жындармен жүрген адамдар ғой. Енді адам бұл енді бұл қазір Құдай келіп о дүниеге баратын болса көзі бақырайып бұл. Қазір сондайлармен өзінше күрескен түрі анау. Бір жағынан жақсы. Жаңа ол Ақнұр подлец деп қойды, кеше подлец деген жаман сөз ба, орысша түсінбеген рақат қой. Подлец деп қойды, алаң дұрыс айтады, подлец қой енді ол. Бірақ негізі мына адам баласы қиындық көрген жақсы. Негізі біз енді мына байлардың, қазір байлар деген өзін өзі көрге тығып жатыр ғой. Мысалы неге жаңағы шегіп байыған сайын адам бәрі қызық болмай қалады ғой, ештеңе. Мысалы шоқшылықтың бір жақсы жері, кішкентай нәрсеге сен қуанасыңдар, естеріңде болсын. Мысалы үйге әрең қолың жеткен кезде сен уже қуанасың. Балаңды үйлендіргенге бір қуанасың. Өйткені жоқ та сенде. Ал байларда жоқшылық деген жоқ қой, бәрі бар. Бұлар уже не істерлерін білмей жатыр да, не істеп, қалай не істерін білмей. Ақыраяғында оларға бәрі қызық емес болып қалып жатыр. Соның кесірі. Сонда өз байлықты да көтере алатын адамдарға береді ғой негізі. Енді небір сұлуды сүйреп астына салса Трампқа болады ғой, кішкентай бестегі балаларды мысалы шырылдатып астарына салып алып, еще оның етін жеп. Енді олар зорлағаннан кейін кішкентай бестегі қыз өзің ойлап қара, бестегі әргетке ең үлкені 13-те 12-де қыздар дейді. Бестегі қызға ол әлі табиғат оны жаратып болған жоқ қой. Қазақтар біздің өте сауатты болған ғой. Енді қыз балалар әрі кетсе 9-10 жасқа дейін қачап табиғаттың жаратылысына жаратылады ол. Қазір олардікі әлі дұрыс нәрсе емес қой. Сосын ол бүкіл жерін жарып дымың алдырмағаннан кейін оны етін жейді уже, іске аспайды ғой, адам болмайды уже. Бұның бәзі енді сол қатыгездіктен жын шайтандардың адамды мына жын шайтандар азғырады ғой. Ақшамен. Мысалы біздің өзімізді қазір ақша ұстағаннан кейін біздің де айналамыз толған жын шайтан. Адам бейнесінде мысалы тіпті енді адам бейнесі деп қой, жаңағы іштерін түрлері адам ішіне кіріп алған солар. Жаңағы ібілістер ғой сол істеп жатқан. Бірақ негізі мұсылмандар мен кәпірлер соғысады дейді. Міне Иранмен міне деп мына кәпірлердің соғысайын деп жатыр ғой. Негізі соғысады, бұлар шамалы соғыссын, бір-бірінің әкесін танытсын. Сосын дүние жүзін Қытай жаулайды дейді. Қазір Қытай ешкіміз соғыспайды тек күні жаққа бір шұқшындап жұмыс істеп жатыр ғой енді. Қытайың енді біздің ата-бабадан әулие жоқ қой енді. Әулие деп өздері менсінбесе, бірақ Мөңке би бабамыздың өзінен айтып кеткен ғой. Мысалы олар деген бұл заманды көрмеген кісілер ғой. Бәрі мысалы сиыр пұл болады, құрамалы үйің болады деп еді. Ал сөз жоқ қазір. Жылқыдан сиыр қымбат қой. Сиырдың еті жылқының етінен қымбат. Кеше мына біздің Атырауда бір таныс келіншегіміздің асханасы бар еді. Палауды деген обычный адам қойдың етінен, сиырдың етінен асатын еді бұрын. Қазір жылқының етінен басып жатыр дейді. Жылқының еті арзан.
пирожкиді жылқының етінен тартып фарш қылып. Қазір бәрі жылқыға көшті, өйткені жылқының еті сутегін арзан. Кезінде жылқы қымбат болған жоқ па. Баяғыда қайтыс болған, мысалы, үлкен кісілер қайтыс болған кезде түйе я жылқы сояды, сиыр сояса мазақ қылады. Сиыр менсінбейтін адамдар етін. Соның бәрі ол бостан босқа айтылмаған ақыр заманның белгісі. Ақыр заман боларда әйелдер би болады дейді. Негізі би ғой, бүкіл үйде әйелдер би ғой, айта береді. Бір-екі қатын болмаса Мырқымбайдың бүкіл сосын ажырасу деген, қазір деген ешкім ер адамды сыйлағысы келмейді. Әйелдердің би болғаны ғой. Ол бәрібір, мысалы, мен 10 жерден қазір мықты айқайда президентіміз Тоқаевқа датын айтып, халықтың бетке айтып жүрген жындымын ғой, жынды атаман. Енді президентті қорықпай жүрген жындымын. Бірақ мен қожайынның алдында інгендегі қайқаңдап кетем. Өйткені ол менің азаматым, ол мен оны қазір сыйламасам, Құдай ертең біздің бетіміз сүймейді. Сондықтан мына намаз оқып, ораза ұстайын жатқан қыздар бар ғой. Енді сіздер білмеймін енді не ойлайтындарыңды. Мен осы қожайынды бар ғой, сыйлағанды бар ғой, бір махаббаттан басым айналып сыйлап жатқан ештеңем жоқ, өтіп жатқан ештеңем жоқ ол кісіге. Жаңа тым көрмеген, бір еркек көрмегенде сыйлап жатқан ештеңем жоқ. Мына Құдайдан қорыққаннан сыйлап жүрмін, шын білсем. Сен айтсам, о дүниеге барғанда жүйріктікпен сыйлап жүрмін, шын білсем. Өзімнің қара басым үшін сол бір қожайынға жағайын деп осы бір дым көрме еркекті бір содан жері Қазақстанда бір-ақ штук еркек қалғандай болып сыйлап жатқан ештеңем жоқ. Ол менің өзімнің ертең о дүниедегі амалым жоқ. Құдайға ертең қарайтын бет болу керек. Амал жоқ, амал которыйды сыйлаймын ол кісіні. Потому что сіздерге қарап мен таңғаламын. Тым қорқыныш жоқ қой бойында. Әйел адамдар бар ғой, ертең көп мен қорқытқаным, мысалы, мешіттегі молдаларды айтады шығар ғой айтуын. Ертең сіздерді бар ғой, өтіп барсаң да, мына Мырқымбай байларынан сұрайды құрсын. Мынау саған риза емеспін деп тұрсаң, әлі қашпайың. Болды, бір ауыз сөзге келмейді саған тіпті. Біреуге жасаған жақсылығыңда ешқандай еленбейді. Мен сол үшін амал жоқ өмірде талайда қиындық көрсем да сол о дүниеден үмітім бар, мен қайтып тірілгім келеді. Ертең мына көп адамдар тірілулеріңіз өте қиын болады да. Енді мына адамға не үшін миллиондаған ұрық неге таласады, мысалы. Миллион ұрықтың ішінен біреу ғана адам болады, сол адамға әдейі таласады ғой, мен болай. Өйткені мәңгілік өмір деген бар ғой, білесіздер ме? Өздеріңіз сондай ойларыңызға кіріп шықпай ойламадым. Қайдан келіп, қайдан келгендеріңмен шаруаларың жоқ, өмірде бір қалып қоятын сияқты жүрсіздер. Мысалы, мен өзім өмірде қонақ сияқты жүрмін, маған ештеңе көп қызық емес. Қолымнан келгенше жындыбайым, тек жаман баппаймын. Сол ішсін, сол жесін, сол тіпті өзі көтереді. Сосын анау мынау есі бірдеңе істеп жатса, өзі көтереді. Мен қиналмаймын оған. Потому что ертең мен о дүниеге өзім түзеу болып барсам болды. Сондықтан ол сыйлауға не стоит дейді орысша айтқанда. Сондай еркектерің болса амал жоқ, сыйлаңдар. Өйткені Алла тағала сол сыйған солай сынап жатыр. Ертең ана байларың деген көп нәрсені алып қалады сендер. Қазір оқыған, күйеуің жоқ болса, мына бір қыз отыр, тиіп ал, тездетіп күйеуге шығып ал. Соңғы күйеуіңнен сұрады не болса да жағдайыңды. Қазір бір онда ұнамай айырып кеткен болсаң, бір жақсы азаматты тапты, тездетіп күйеуге шық. Мынандай болып жалғыз тұру ер азаматқа да әйел кісіге де болмайды. Біздің қазір адамдар соны түсінбей жүр. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан, Құдайға, Аллах тағалаға. Сосын жалғыздық тек Құдай күйеуіңді өтіртсап болып жатса, онда ол Құдайдың ісі болады. Мынау ажырасу да үлкен күнәнің бір күнәлі есеп болады. Сондықтан қолдан келгенше ажыраспауға тырысыңдар. Солай ажыраспауға тырысыңдар. Тіпті ол енді мен әдейі саған сырқы мына оқытыңдар мына жерге келіп. Байың тыңдамай жүрсе, мысалы, көкбет миыңды жеген бір еркектер бар ғой, мыжыған еркектер көп қой, сол мыжыған еркегіңді мына жерге отырып тіле. Мына мыжыған бәлетім сөйлемейтін күшті болып қалса, сондай болып қалады. Бай адамдар біздің үйде қожайынды бір сөйтіп қатырып жүр. Ақылай екеумізге мына бата жақсы болды бізге. Сол бір күні деген ақша бермейді, жапыр деп ақша бермейді сұрасақ. Ақшаны сол ұстайды. Осы батамен талай дуалағам соның басын. Батадан тілесеңше ақша берсін десең, ертеңінде
ақша керек па деп тұрады, жаңағы миын айналдырып аталар әкеп береді. Сондықтан менің батамды пайдаланып осы айырылыспауға тырысыңдар. Әкесін танытып, көзін бақырайтып, о бәлелерді бір стакан сумен қатырыңды шеш, одан айырыла бергенше. Қандай бай керек, сондай қылып береміз, Құдай қаласа иншалла. Қандай қатын керек, сондай қылып. Ана үйдегі келіндерді де сөйтіңдер. Ұялмайды, неге айырыла берсін? Болмайды ғой айырыла беруге. Шыдаңды шеш, кішкентай бәрінде қайыр бар. Мысалы бар ғой, маяғда мына менің байым көрместей болған қылықтары көп болды. Осы күні соған айырылмағаныма қуанып жүрмін. Құдай, осы уақытта деген қызықтың бәрі артты екен. Байдың рахатын енді көріп жатып бұрықтым. Біздің сөзіміз сөйлеп, Құдай өтіп баратыр, аяғымыз уқалап, қолымыз уқалап. Енді әйелдің қадірін бұлар 50-ге кіргесін түседі ғой мыналар деген. Ой, бұлар деген қатын жанды бәлдер ғой қазір. Біздер бір шешесі сияқтымыз, мамасы сияқты жақсы көріп жүр бізді қазір. Еркек деген жақсы ғой, негізі оңашада пілсен күндіз. Мә күшті ғой, ер азаматымен қазір шай ішсең, бір-біріңе қарап. Ертең қазір байларының қадірін білмей жүр ма жас келіншектер. Балаларын күттай болғасын. Ертең анау қызға ұлдат оттай береді, айта береді, мама дегенге сене бермеңдер. Ертең жаман Мырқымбай балаң қатында сөйлесең бет-ауыз тырысып жатса, қатыныма сөйлет деп. Ана қызың байына сөйлет деп мұрны жүртейіп тұрады. Ой, екеуіне қарай кірелеп, супер клеймен кірелеп тастау керек, олар кетсінер ме? Сол күйеулеріңізбен күштақ шалың саған әдемі көзімен қайт, әкеп сол рақатты шалдан көресіңдер ертең амандық болса. Шалдарыңызды орысша айтқанда берегейте, свои жондарыңды, қазақша айтқанда шалдарың қасындағы жарларың не онда кешіре берді сосын деген еркектер деген әшейін қайдағы махаббат оларға күліп сөйлесең болды. Құдай, көшеде қызаран қызғанып босқа айырыла берген осы жоқ. Жөрік болыңдар, жөрік деп. Қазір еркектерден ондай құсын қайдағы махаббат не жіберіп көр, шамалы сені салыстырып қайтсын қайт. Сені салыстырмағасын сырыңды білмейді ғой. Ана деген өтірік күле берсең рахат бұлар. Ойбай, тамақ берсең тәттілеп бұларға тек әп десең болды ғой, бұлардың шаруасы біте береді еркек. Ол баяғы фигура деген ойнамайды, ол әшейін заттар ғой. Оның бәрі деген фигурамен кімді қаратасың, құрсын жылы сөйлеп тұрмасаң еркек қарамайды. Беттерің тырса бермеңдер, құрсын бет тырысқан қыздар көп екен. Қай күні мен шошиып күліп тұрған жақсы, жүзің жылы болып тұрған жақсы. Жүзі жылы болса да қап-қара қатын болсаң да күшті болып тұрасың, әдемі болып тұрасың. Жылы болып, күліп, еркелеп тұрсаң, қояндай болып. Кемпір болсаң да зорлап кетеді тіпті, бір сен байқамасаң, кемпірдің өзі күліп тұрса байқа тіпті. Күліп жүрдің ше, мына қыздардың бәрі бай сұрай бересің, мен қалай беремін, мен байға қосып бет-аузым тырысып жатыр. Ол алғаннан кейін әлі тырысасың, ол қазір тимей атып тырысып жатсың сен, Құдай. Ертең байға шыққан кезде сендердің беттеріңді сүйіп алмайды ғой. Ерең шығуы мүмкін, ерең болмаса жерден 7 қоян тапқандай қайын сіңлілерің шығады. Соның бәрін төзесіне ме бірге шығып. Құдай, бәрін күліп жеңдік, Құдай. Деп жеңдік қой соның бәрін. Мала бет тырыстарыңмен кім алады қойсын? Менен бай сұрамады ғой, күліп жүрмейді. Мынау күліп жүрің деп мына бата сұрап. Рақаттанып өмір сүрсең де шыққырсын. Өмір қабақтарың ашылмайды. Берекетсіз. Сосын күйеуге шыққанда ана қыртыстарың сол жазылады шығар, мүмкін айтпақ бұларды. Бұлар күйеуге шыққанда негізі мынау күлмей жүргендер, мына бір витаминдер жетіспей жүрген сияқты мыналар. Ана күлесің ғой, сондай витамин жетісе күледі адам, әйелдердің бәрі күледі ғой. Ана кеше видео салып қойдым, көрдіңдер ме? Құйрығынан бір ұрғанға күліп отырған екен. Сондай витаминдер керек болып жүрген сияқты бұл қатындар, қыздардың бәрі. Беті тырысып келеді, айту қайдан білейін. Біздің үйде де бір қыз бар, бет тырысады, соны күлдіретін біреу керек бізге. Сондай бір дурасел витаминдер бізде жоқ қой, өзі еркектерде болады. Біздің не қатысымыз бар оған? Өзі байларында болады зат қой, менің не қатысым бар оған? Ана кеше видеода көрдің бе, ана еркек, сосын мына ұлдарда отыр, мүжірайған. Қатындарды алдай емесің, жүріп алып бетін тұрып ұрсасың. Адам деген баяғыда жүретін еркектер жөрік болады ғой. Ойбай, олар деген қатын пилисос. Бір күні бір аға болды, әдемі кісі болды, судья болды, ана кісі әдемі кісі болды. Енді байқамай қарап бача, өзі красавчик. Сол гуляй васяно, бірақ келіншегі алдандырып жібереді, жалма ұрсамайды келіншегі. Үйіне барғанда бар ғой, анау деген мә қыздарға бүйтіп тұрады, қатындарға. Үйіне барғанда деген мә келіншегіне жаман жүгіреді ғой. Деп, молчка деп келіншегіне мә анау деген любойне. Мұна еркектер өзі гулять етіп алып, өзі қаңғып, өзі қатындарымен
дейді. Неғана сен төбелес болады осы үйде 41-ші жылғы соғыстар болады. Жоқ, енді бірдеңе бүлдіргеннен кейін шамалы айыпты болған. Біздің үйдегі ағайда жүрдік, сондай айыпты болса жүгіріп кетеді. Аяғының ұшымен былай. Сосын ұрыса алмай қалады, жаңағыда құйрықтан былай ұратындар деген істемейсіз еркектер. Маған келе береді. Қатындарын жамандап. Неге жамандайсыз қатын? Мына бүйтіп былай құйрықтардан бұрып жаңа видео салып қойдық қой. Алдай емес пе келіншектер? Әйелдер деген құрсын бала сияқты ғой бұлар. Гүл беріп, шүл беріп, бұларды алдай емес пе? Бір төкей-сөкейларын алып беріп. Жоқ, сөйтіп әйелдермен сыюға болады ғой, еркектер қатындармен сыйыспай жүрмей. Мен бар ғой, өзім ұл болсам қатырар едім бұл қатындарды. Бұл қатындарды тек бір-екі тырқылдасаң тамағын бәрін береді ғой бұлар. Тамақты бәрін береді, бұлар күшті ғой. Мантысын пісіріп бұрқытып. Сосын үйден шықпайды, жұмысты көріп қой, рақат қой жұмыс. Мынау ғой, біз рақатты көріп отырық. Жұмысты бейт жалқау, еркектен мұрын тұқып үйде. Қатының қасынан шықпайды, су жестейді. Кетшек, құрсын аттың басын жіберіп, дальниловка. Мен ұл болсам КамАЗ айтар едім, рақат қой, дальниловка кетпейсің әкесі анда-санда келіп. Не қыласың ол қатын? Баяғыда бір КамАЗ кетіп барады ғой, көшеде. Ана туфли тұр, құдай қой. Ішіне біреумен кеткен-ау деймін. Туфли тұр, аяқ киімі қыздың. Сурет салып қойған сондай КамАЗ. Олардың спальный бар екен ғой, жалынбауыз. Бір қызмып кеткен негізі ішіне. Білмейді ол. КамАЗ өтіп жүріп кеткен, көшеде мына туфли тұр ішінде. Сондайлар болған талай. Полтесін өу тұрқылдап өсектің өу қайсы, бас соғып күлбі. Бата берейін өтім өңші. Ал, не көресің, сондай ер кісілерге де солай айтып қояқ енді, ол қыздарға ұрса берген. Сендерден де бар ғой, күлдірмейсің бір. Тарқылдатпайсың қатындарды. Менің байым деген күшті, махаббат деген қандай итте өлең соғытқан жоқ қойсың. Шүбірші аттың басын, өлеңдерін соғып. Не көресің? Мен күйеуім жақсы, ондай жөдік ол, ойдай жөдік ол. Мен аузымды ұра қояды, мен деп аңқауғасқа маңқиып қала қояды. Бұл кеттік бата берейін. Бисмиллахир-рахманир-рахим, әуелалла. Киелі Маңғыстауда пір бекет, аумин. Өнепейін ұрсабы мен күлдіретінен ғана салып қойады, тікелей эфирімде оңбағандар. Сосын оны шоттар түседі, бір өсектейді мен. Салма, мен сен үстінен аз жазып қойдым, сотталасын маған бәрі. Рахмет Тоқаев президентке сол үшін. Осындай дурақтар. Не басаға мен сала берсі ақшан көп бәне қылтаңды? Мен ертін шүбейін алам адам, мен ар жазып үстеме өтсе. Маған бәрі жындыға. Не сала берсін мен? Салма тікелей эфирге мен саған көрсетем. Еті күркіңді тия алмай қаласың сен. Рұқсат салма өші рұқсат. Мен артық сөйлеп қойдым, ол біреу түседі, біреу түсінбейді. Мен достарым түсінеді, олар ойнап айта беремін. Басқа адамдар мен дымды қоймайды ғой, мен жынды ма, мен қалай батастау жүрсін. Мен өзім әзіл қоядамын. Ал, Бисмиллахир-рахманир-рахим, әуелалла. Киелі Маңғыстауда пір бекет, аумин. Пештамақта ересет, әулие Назаралы сынықшы біртай, өз отбасымыздан шыққан әруақтар қолдап. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні, бүгін ең мықты күн, қасиетті Рамазан айына аяқ басамыз міне. Барша жамағат мұсылман бауырларымызды қасиетті Рамазан айы қабыл болсын, оразалар. Құтты болсын, мықты ай, Құдай қаласа, бүкіл дұға қабыл болатын. Жайған қолымызды кері қайтармай, әуелі Алла, ата-баба әруақ қолдап, қасиетті Рамазан айының құрметіне тілегімізді берсін, несібемізді берсін. Кім-де-кім осы батаға шын ықласымен, бар ниетімен қолын жайып, балалы болайын, сәби сүйейін, ұл керек, қыз керек, егіз туайын деп қатысқан болсаң, аяқ астынан ойламаған жерден көзі ашып жұмғанша бүпелі бол. Денсау ұрпағың дүниеге келсін. Экодан сәби сүйеу берсін. Аяғы ауыр аналарымыз қатысып отыр екен. Ұл сұрағанға ұл, қыз сұрағанға қыз, егіз сұрағыңыз аман сен жаның қалсын. Кім-де-кім осы батаға шын ықласымен қатысып, денсаулық сұраған болсаң, ауруханада отырып баталып отқан болсаң, құлан таза сауығып кет. Реанимацияда ес-түссіз жатқандар есін жиып сауығып кетсін. Аяқтарыңызға жан бітпей жатса, жан бітіп кетсін. Түсіңде аталар емдеп жан бітірсін. Ауырып, онкологиялық ісік аурулармен ауырып жүрген болсаң, құлан таза шауып кет. Анализдерің бәрі жақсы шықсын.
қай жеріміз ауырып, менің мысалы бүйрегім болса, бүйрегім сауығып кетсін. Отасыз операциясы сауығып кетті, немесе операция ота жасатындар аман есен жанын қалып жеңіл ем қонсын. Бойымыздан тілі көз, дуа, сиқыр, ауру, сырқау, қарғыс барлығы кетсін. Бойымыз тазалсын. Жолымыз ашылсын. Біреу жылап отырып батап отыр, кредитімнен құтылайыншы, қарыздарымнан құтылайыншы, жолым ашылсын, ақша келсін, несібем келсін деп тілегіңді берсін. Аяқ астынан байып кет, аяқ астынан несібелі бол. Өзіңде жоқ несібе болса біреу арқылы саған кіргізсін. Ол адам жолыңнан жолға кетсін. Қалай берген өзі білмей қалсын. Биылдан қалмай баспаналы бол, көлікті бол. Қымбат көлік арзанға түсіп қолыңа тейсін. Құтты көлік алуды бұйырсын. Аумин. Су жана бұзылып тұрған көлігің жүріп кетсін. Аумин. Сата алмай жатқан мүліктерің өтіп кетсін. Сата алмай жатқан малың өтсін. Сата алмай жатқан жерің өтіп кетсін. Сата алмай жатқан үйің сатылып кетсін. Қандай да бір сата алмай отырған затың өтіп кетсін. Аумин. Той беретіндер, тойымыз қазыналы, тойымыз қайырлы, тойымыз қарсыз, берекелі өтсін. Аумин. Берейін деп жатқан садақа ауызашарларымыз қабыл болсын. Абыройлы болайық, бүкіл қарызымыздан құтылайық. Биылдан қалмай баспаналы болайық. Қандай да бір компания өнімдерімен айналысып жатсаң, артыңнан мықты лидерлер келіп, миллион айлық қашық шетелге бару бұйырсын. Аумин. Кім-де-кім осы батаға қатысып ала алмай жүрген ақшасын алсын, алаяқта кеткен есесі келсін. Оң жақтан, сол жақтан аяусыз несібе келсін. Бермей жүрген қарыз ақшаларында кеп берсін. Лауазымың өссін. Қызды қияға, ұлды ұяға қондырайық. Қыздарымыз жыламайтын жерге барып маңдай ашылып кетсін. Ұлдарымызға адал келін келсін. Мінезі шайпау, бала шағасын алып қашып, ажырасам деп жүрген қатындар болса, әуелі Алла ата-баба әруақ қолдап сала берсін, мый берсін, қойсын, бойындағы азғырып отқан жын шайтаны түсіп кетсін. Екеуі бақытты болсын, әке шешесін мұңға салмасын, қайғыға салмасын. Қатаң ауырып жатқан кісіге Алла жеңілдігін берсін. Жаның қинамайтындай жеңілдігін берсін, Құдайым. Еңбегін қайтсын, ауру бағуда оңай емес. Анасын қарап атқан, күйеуін, әкесін, бауырын қарап атқан барлық адамдарға Алла береке, бақыт берсін, Құдайым. Біреуге балалы болсын деп тілесең, балаңға қабыл болсын. Ламбардтағы дүние мүлкін бұйырсын. 3 тілек айтып жатыр, тез ата 3 тілек айтыңдар деп жатыр. Грантпен оқуға түс, ұбытымен оқуға түсіп кет, тесттен өтіп кет, түрмедегілер азат болсын, соттан жеңіп кет, правалу бұйырсын. Жолымыз болсын, сапарымыз сәтті болсын. Тез 3 тілек айт деп жатыр. Ал. Бисмиллахиррахманиррахим. Әуел Алла. Келі Маңғыстауда Пірбекет, Бештамақта Ересет, Әулие Назаралы, Сынықшы Біртай, өз отбасыңнан шыққан әруақтар қолдап, сәрсенбінің сәтті күні алған баталарыңыз көзді ашып жұмғанша қабыл болсын. Ата жолына деп байлаған ақтық атақ қойғандарың, немесе Қарақалпақстан, Өзбекстан, Гүлжанатқа салып атқандар, қожайын берікке салғандардың бейбарс. 1000 есе болып өздеріңе несібе болып қайтсын. Аумин. Аллаху акбар. Батамыз қабыл болсын. Сау саламатта болыңдар. Ертең сағат 8-де 10-да 2 рет қатысуларыңызға болады батаға ырымын жасап қатысасыздар. Көбіне берік аға салыңдар. Аумин. Қайырлы түн.